Сәлеметсіздер ме балалар? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы Шерхан Мұртазаның Бесеудің хаты драмасы. Шығарма қандай тарихи оқиғаға негізделіп жазылған? Бейнебаянға назар салайық. Мың өлтірілген қазақ халқы өз тарихында талай нәубетті басынан өткерді. Ұлтымыздың жер бетінен жойылып кету қаупі төнген ашаршылықтың шығу себептерін түсіну үшін тарихқа зер салайық. Қазақтың аштан қырылуына негізгі себеп бұл сол жылдарда орын алған ет дайындау науқандарының өршіп кетуі. Мұның нәтижесінде малдың басының 1933 жылдардың аралығында 40 миллион бастың айналасынан 4 миллион басқа дейін азайып кетуі. Дәстүрлі мал шаруашылығымен айналысатын қазақтардың, әсіресе Қазақстанның орталық өңіріндегі, батыс өңіріндегі қазақтардың жағдайын өте ауырлатып жіберді. Ал енді ет дайындау науқаны бұл орталықтан ұйымдастырылған, арнайы құрылған Союз мясо продукты деп аталатын акционерлік қоғамның басшылығымен жүргізілді. Қазақстан Қызыл армияны, ірі индустриялық орталықтарды, ірі қалаларды, Москва мен Ленинградты етпен қамтамасыз ететін бірден-бір басты аймаққа айналды. Қазақстанда мал етін дайындау, қорқыту және қысым жасау әдістері асыра сілтеушілікпен жүргізілді. Орал округінің орта шаруасы Есенәлиевке 10 сағатта 50 пұт ет тапсыруды жүктеген. Ол 3 сиырының екеуін сойып, ет тапсырса, малды қасақана сойды деген айып тағып бар дүние мүлкін тәркілеген. Мал саны күрт азайып, орталықтың жүргізіп отырған озбыр саясатының кесірінен халықтың жағдайы күннен күнге қиындай берді. Бұл сұмдықты Сталин, Голощекин сияқты ел басшылары біле отырып, жағдайды түзету үшін еш шара қолданбады. Міне, осы кезеңде елдің бас көтерер азаматтары бастарын қатерге тіге отырып, халықтың мұң-зарын, жағдайын басшыларға жеткізді. Олар кімдер еді? Халықтың басына түскен нәубет туралы республика басшылығына, Мәскеуге хаттар бірінен кейін бірі кетіп жатты. 1932 жылы Бесеудің хаты жарияланды. Ғабит Мүсірепов, Мансұр Ғатауллин, Мұташ Дәулетқалиев, Емберген Алтынбеков, Қадыр Қуанышев өлкенің басшысы Голощекинге халықтың аштан қырылып жатқаны туралы шындықты айтып хат жазды. Бұл наразылық хаты сұрапыл кезеңнің шындығын көрсеткен құжат ретінде тарихта қалды. Осы хаттың негізінде белгілі қаламгер Шерхан Мұртаза Бесеудің хаты атты тарихи драмасын жазды. Драмаға арқау болған сол кездегі ел басына түскен азапты күндер, қолдан жасалған аштықтан қырылған 2 миллион халықтың тағдыры. Негізгі оқиға хат Голощекиннің қолына түскеннен кейінгі шұғыл шақырылған бюро мәжілісімен басталады. Драматург шығарманың өн бойында Голощекиннің, оның қасындағы жандайшаптарының бейнесін жиіркенішті кейіпте жан бітіре суреттейді. Әр кейіпкер өзінің сөз арқылы танылып жатады. Қасіретті қолдан жасап отырған Сталиннің теріс саясатын, асыра сілтеп отырған Голощекиннің көрсоқырлығын негізгі кейіпкер жазушы Ғабит Мүсірепов ашына жеткізеді. Ел ішінде болып жатқан сұмдық оқиға Ғабиттің әңгімесімен беріліп, оқырманның жүрегін шымырлатады. Сол жылдары ел аралаған жазушы Ғабит Мүсірепов қазақ ауылдарындағы киіз үйлердің қаңырап бос қалғанын, халықтың аштан қырылғанының куәсі болады. Мүсіреповтер бір киіз үйге кірсе адам кейпінен айырылған жас қыз аштан өлген туыстарының етін жеп жүр екен. Осыларды көзімен көрген Мүсірепов қасіреттен қан тұтқандай болады. Сұмдық қырғынға дым болмағандай, біз бақпай отырған Голощекиннің әрекеттері драма кейіпкері Ғабиттің зығырданын қайнатады. Бюро отырысы соңында
Голошокиннің көзіне тура қарап, сендер қисапсыз қылмыстарыңнан мәңгі бақи құтыла алмайсыңдар. Ал, атыңдар деп қасқаяды. Драма прологпен басталып, эпилогпен аяқталады. Пролог көркем шығарманың оқиға мазмұны мен мәнін оқырманға танытатын кіріспе бөлім. Эпилог көркем шығарманы қорытындылайтын компонент. Эпилог Тұрар Рысқұлов пен Ғабит Мүсіреповтің ана дүниедегі пайымдауымен аяқталады. Екі тұлғаның елесі тамықты кезіп жүріп, халықты азаптаған залымдардың өздері азапқа түсіп жатқанын көреді. Бұл бесеудің хаты шығармасы жас ұрпаққа азаттықтың қандай қасиетпен келгенін ұғындыратын сүбелі туынды. Ендеше сіздерге тапсырма. Мына сілтемелер арқылы деректі фильмді көруге және Кітап.kz сайты арқылы бесеудің хаты драмасын оқуға немесе аудио нұсқасын тыңдауға кеңес беремін. Хош сау болыңыздар.